Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен пачуга салатын дайындайтын боламыз. Өте дәмді әрі ерекше болып шығады. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін қараңыздар. Мен салатты браслет етіп жасайтын болам, сондықтан ортасына бокал қойдым осылай. Алдымен картопты суға қайнатып, күштен өткізіп алдым. Айналдырып сала беретін болам. Міне осылай өздеріңіз көріп тұрғандай әдемілеп орналастырып алдым. Енді осы картопты суға піскендіктен дәмі ондай көп бола бермейді. Сондықтан осындай приправа пайдалансаңыздар болады. Қайнатылған картоптарға арналған приправа, қара бұрыш қосылған, адыгейский соль. Осы тұзымызды осылай картоптың бетіне себеміз. Салатымызға ерекше дәм беретін болады. Енді осының үстіне майонез жүргіземіз. Мен мұнда құстың филесін духовкеге маринадтап пісіріп алдым. Салатымыздың үстіне жіберетін боламыз. Үстіне майонез өткізетін боламыз. Енді осының үстіне корнишон қиярларын турайтын боламыз. Осылай ұсақтап турап алдық. Енді салатымыздың үстіне жібереміз. Міне осылай салып алдым. Жуа мен сәбізді әдемілеп, дәмді етіп қуырып алдым. Тұз салдым үстіне. Енді осыны салатымыздың үстіне жіберетін боламыз осылай. Ерекше дәм беретін болады. Суға қайнатқаннан көрі осылай қуырып алсаңыздар, өте дәмді шығады. Енді осының үстіне де майонез жібереміз аздап. Күштен өткізіп, қызылшаны да дайындап алдым. Енді бұны да салатымыздың бетіне жібереміз. Үстіне әдемілеп майонез жібереміз. Мен мұнда жұмыртқаның ағы мен сарысын үккіштің майда жағынан өткізіп алдым. Салатымыздың бетіне осылай жібереміз. Бірінші сарысын жібереміз. Оның үстіне ағын жіберетін боламыз қазір. Дайын болған салатымыздың ортасындағы бокалды алып тастайық. Осылай айналдырып тұрып, жайлап аласыздар. Міне осылай шықты, әдемі болып, кольцо болып шықты. Енді осыны бетіне қандай да бір оформлениемен сәндеп жіберейік. Менде мұнда петрушка бар.
Менің қолымда осындай икра бар, қара икрамен бетіне сәндейтін боламыз. Міне қыздар, осылай қарапайым подшуба салатын осылай әдемі етіп браслет күйінде жасасаңыздар, дастарханыңызда ерекше болып көрініп тұратын болады. Ұнаса, лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер.